Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз мәтіндік құжаттарға сілтемелерді ұйымдастыру бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімді бастамас бұрын біз алдында өтіп кеткен білімдерімізді еске түсіріп кетейік. Мәтіндік процессор негізгі ұғымдарын қайталайық. Қандай программаны мәтінді теруге болады? Қалай ойлайсыңдар? Қалай жаңа файл құруға болады? Файлды қалай сақтауға болады? Қандай тағы да іс-әрекеттер құжаттармен жасауға болады? Еске түсірейікші балалар. Өте жақсы. Ендеше мына экранға көңіл бөліңіздер. Экрандағы мәтіннен қандай ерекшелік көріп тұрсыздар балалар? Өңдеудің қандай элементтерін байқап тұрсыңдар, бұрын жасамаған. Әсіресе мынау 1 деген цифрға көңіл бөліңіздер, қызылмен белгіленіп тұрған. Бұл не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Бұл әрине сілтемелер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сілтемелер. Бүгінгі сабағымызда сілтемелерді ұйымдастыруды үйренеміз. Бағалау критериялары оқушылар құжаттарға сілтемелер қосу командаларын қолданады. Ендеше сілтеме неліктен пайдаланамыз? Сілтеме деген не? Сілтемелердің түрлері сұрақтарына жауап іздейміз және оның қолданып үйренетін боламыз. Көп көңілдеріңізді экранға салыңыздар. Яғни біз бүгін сілтемелер бөлімінің бөлімшелерімен танысамыз. Сілтеме дегеніміз ол ссылки бөлімі, сноски дегеніміз ол түсіндірмелер. Басқару элементтер тобында орналасқан топтарға көңіл бөлетін болсақ, бірінші ол оглавление. Көріп тұрсыздар ғой? Оглавление бұл дегеніміз басқару элемент тобында орналасқан бірінші топ. Бұл элементтер құжатқа мазмұн қосуға мүмкіндік береді. Екінші бөлімі түсіндірмелер, яғни вставить сноски. Бұл құралдар тобы ғылыми еңбектер, негізделген әдебиеттер тізімін басқаруға, тінтудің көмегін қандай да бір ақпарат көзіне сілтеме қоюға мүмкіндік береді. Келесі бөлім атаулар. Атаулар мәтінге сурет немесе кесте атауларына сілтеме жасайтын басқарушы элемент. Бұдан басқа бірінші суретте сілтеме қойылғаннан кейін мәтіннің редактор келесі суреттің реттік нөмірін автоматты түрде өзгертіп отырады. Осы бөлімшелерге бүгін қысқаша тоқталып, әсіресе осының ішіндегі вставить сноску бөлімін түсіндірмелерді қалай қоюды біз бүгін үйренеміз. Онымен сіздерге практикалық жұмыс арқылы көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар балалар. Экранда біз практикалық жұмыс, яғни Word мәтіндік процессорында мен алдын ала практикалық жұмысты дайындап қойдым. Сілтемелерді құру, яғни көлемді құжаттармен, мысалы техникалық құжаттармен жұмыс істегенде қажетті ақпаратты табу үшін сілтемелер қойған дұрыс екен. Төменде берілген компьютер тақырыбындағы құжатқа сілтемені қалай қоямыз? Яғни біз компьютер деген сөзге түсініктеме беруіміз керек. Біз білеміз, компьютер дегеніміз ол жай ғана машина, ол өзі көрсетіп тұрған сөздерді түсінбейді және өз бетінше ойлай алмайды деген түсіндірмені біз қалай қоюымызға болады екен. Соның мысалы ретінде қарастырып көрейік. Қараңыздар, компьютер сөзінің соңына тінтуірді қоямыз. Сосын негізгі меню, яғни негізгі мәзірден ссылки, сілтемелер бөліміне кіреміз. Ондағы вставить сноску бөлімшесін басамыз. Соны басқан кезде қараңыздар, біздің тінтуір құжаттың беттің ең соңына түсіп, сызықшаның астына 1 деген саны пайда болды. Біз бұл жерге жаңағы компьютер деген неген соған түсініктемесін қоямыз, жазамыз. Яғни компьютер деген жай ғана компьютер емес. Қойып түсіндірмесін жазып кетейік. Жай ғана машина емес, ол яғни түсініктеме берді. Көрдіңіздер ғой, енді екінші біз сілтеме қойдың екінші түрі вставить концевую сноску, яғни шеткі түсіндірмелер қалай қоюға болады екен. Соны қолданып көрейік. Оны басқан кезде қараңыздар, компьютер деген сөзге I деген әріп қойылды да, оның осы мәтіннің дәл астына сызықша сызылып I әріпі тұр. Және бізге қандай түсіндірме бересіз деген курсор келіп тұр. Біз жаңағы түсіндірмені береміз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Енді айырмашылығын қарап көрейікші. Жай сілтеменен шеткі түсіндірменің қандай айырмашылығы бар екен? Жай сілтемені басқан кезде біз құжаттың соңына
түседі екенбіз, иә. Барлық түсіндірмелер құжаттың ең соңында беріледі екен. Ал шеткі түсіндірмені басқан кезде ол сол мәтіннің дәл астында тұрады екен. Бұл өте ыңғайлы. Кейде мысалы біз ғылыми жұмыстарға қатысамыз, иә, немесе әдеби кітаптарды шығаратын болсақ, авторлық немесе реферат баяндама жасаған кезде біз осындай сілтемелерді қолданғанымыз өте ыңғайлы. Кейбір түсініксіз терминдерге осындай түсіндірмелер беріп кетуімізге болады екен. Енді сіздерге тапсырма берейін. Мынандай тапсырманы өздеріңіз орындап көріңіздер. Мәтінді ашып, сізде беріліп тұрған нұсқаманы қосып, үлгі бойынша мынандай тапсырманы орындаңыздар. Мәтіннен дәрумен сөзіне түсініктеме беріңіз, яғни сноска беріңіз. Витамин сөзінің ағылшынша түсініктемесін шеткі түсіндірме арқылы жасаңыз. Мұнда бағалау критерийлері: дәрумен сөзіне түсініктеме жасайсыз, витамин сөзінің ағылшын тіліндегі түсініктемесін шеткі түсіндірме арқылы көрсетесіз. Ендеше келесі сұраққа жауап беріп көрейік. Сілтемені неліктен пайдаланамыз? Сілтеме деген не? Сілтемелердің қандай түрлері бар? Осы сұрақтардың жауабын іздеп көріңіздер. Енді қорытындылай келе біз сілтеме сөзінің не екенін, яғни сілтемелердің қалай жасалатынын қорытындылайық. Сілтеме дегеніміз бұл мәтінге кішігірім ескертулер, әдетте беттің астыңғы жағында орналасады және негізгі мәтіннен горизонтальды сызықша арқылы ерекшеленеді. Нұсқамалардың қарпін негізгі мәтіннің қарпінен кіші етіп жасайды. Сілтемелер кейбір сөздерді түсіндіру үшін, ақпарат көзін көрсету үшін қолданады. Нұсқамаларды қолдану құжаттағы ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді. Үй тапсырмасы. Оқулықтың 27-ші параграфтың 136 және 140 беттегі осы бөлім тапсырманың сілтемелер тақырыбының бірінші бөлімімен танысасыздар. Ондағы 5-ші тапсырманы компьютерде орындап көріңіз. Алған білімдеріңізді күнделікті өмірде қандай жағдайда қолдануға болатынына мысал келтіріңіз. Және барлық жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы топқа немесе күнделік кезет сайтындағы кері байланыс арқылы жіберулеріңізді сұраймын. Және мен ол сіздердің жауаптарыңызды көріп, бағалап, сіздерге кері байланыс беремін. Бұл тапсырмаларды орындау кезінде сіздер қосымша ресурстарды қолдануларыңызға болады. Енді мынадай кері байланыс беріп жіберіңіздер. Осы сабақта не үйрендіңіз? Сіз үшін не түсініксіз болды? Келешекте нені білгіңіз келеді? Осы сұрақтардың жауабын іздеп, сұрақтарыңыз бар болса, жаңағы WhatsApp желісіне жіберуіңізге болады. Ендеше сау болыңыздар, көп рахмет. Сабақ аяқталды. Келесі көріскенше.